Бүгінгі таңда интернет әлеуметтік желілерінде ислам дініне тіл тигізетін, мұсылман қауымының діни сенімдерін қорлайтын исламофобиялық ақпараттар шектен тыс насихатталып жатқаны баршамызға белгілі. Бұл үрдістер нені білдіреді? Бұл үрдіс еліміздің тәуелсіздігіне, қоғамның тұрақтылығына төніп келе жатқан қауіпті білдіреді. Себебі исламофобия бұл нәсілшілдік радикализмнің негізгі қозғаушы күші болып саналады. Исламофобия бұл ұлтшылдық экстремизмнің негізгі қозғаушы күші болып саналады. Исламофобия бұл бүкіл әлемді қанға бөктірген, миллиондаған адамның өмірін жалмаған, түрлі түсті революцияның негізгі ойыншысы болып саналады. Олай болса, исламофобия деген не? Исламофобия ислам дініне және мұсылман азаматтарына қатысты діни және нәсілшілдік кемсіту, ислам дінін геосаяси қауіп пен лаңкестіктің көзі ретінде қарастыратын теріс пікірлерден туындаған жек көруші идеялардың жиынтығы. Бұл үрдіс ұзақ жылдар бойы мұсылман азаматтарын әлемге төнген қауіптің көзі ретінде қарастыру саясатының қызметін атқарып келеді. Осылайша мұсылман қауымы жайлы, ислам жайлы ақиқатқа мүлде сай келмейтін, тарихқа сай келмейтін, тарихи оқиғалармен үйлеспейтін, мұсылман мәдениетінен үйлеспейтін нәсілшілдікпен байланысты қазіргі исламофобиялық үрдістер пайда болды. Исламофобия жайлы алғашқы термин 1918 жылы француз зерттеушісі, танымал шығыстанушы Этьен Дине «Шығыс-батыстың көзімен» атты эссесінде қолданған болатын. Этьен Дине өз зерттеуінде бұл терминді отарлаушы батыстық державалардың мұсылман қауымына келтірген нұқсандарын баяндау үшін, олардың саяси әрекеттерін сынау үшін қолданған болатын. Дегенмен, исламофобиялық атты термин тек 1990 жылдардың аяғында ғана кеңінен танымал бола бастады. Британдық сараптамалық орталықтар исламофобия бәріміз үшін сынақ атты нәсілшілдікті айыптау баяндамасында исламофобия исламға қарсы еш негізсіз дұшпандықты білдіретін идея деп атап өткен. Исламофобия исламға және мұсылмандарға деген теріс пікір және жек көрушілікті, теріс көзқарасты, өшпенділік пен дұшпандықты, тағы басқа теріс көңіл-күйлердің жалпы атауын білдіретін термин. Исламофобияның негізгі идеясы ислам дінін және мұсылмандар қауымын кемсіту, жек көруге құрылған. Исламофобиялық идеялар ислам діні мен мұсылмандарды мұсылман емес қоғамға төнген апат пен қауіптің көзі ретінде таныту үшін қызмет атқарады. Батыс әлемінде бүгінгі исламофобия, ислам мен мұсылмандарға қарсы ұйымдасқан жұмылдыру, бүгінгі исламофобия ақш-та 11 қыркүйекте орын алған Әл-Каида шабуылынан кейін күшейе түсті. Түрлі елдерде псевдоұлтшылдық және псевдопатриоттық топтар
исламизацияны тоқтатыңдар деген ұранмен көшелерге шыққан болатын. Бұл көшеге шығу митингілерінің соңы Құран өртеу, мұсылмандарды кемсіту, тағы басқа үрдістерге ұласқан болатын. Интернет әлеуметтік желілерінде мұсылмандарға қарсы жалған ақпараттар қарша борап жатты. Бұл исламофобияның әлемге таралуының негізі болды. Осылайша бүкіл әлемде исламофобиялық үрдіс кең етек алды. Бүгінгі таңда бұл үрдіс біздің елімізге де жетіп шықты. Елімізге де жетіп келді. Атап айтатын болсақ, мұсылмандар туралы көзқарастар, мысалы, мұсылман қауымы алаяқ деген көзқарас бүгінгі біздің қоғамда да айтылды. Мұсылмандар жайлы түрлі көзқарастар, бүкіл әлемде орын алған көзқарастар бүгінгі таңда осы интернет әлеуметтік желілерінде көрініс табуда. Құрметті тыңдарман, егерде исламофобиялық ақпараттар қызықтырса, біздің каналымызға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, пікір білдіріңіздер. Келесі топтамаларда біз сіздерге бүкіл әлемде орын алған исламофобиялық оқиғалармен таныстыруды бастаймыз.